Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін Қызылордада Имани жаз 2026 жазғы сауат ашу курсы басталды. Мектеп жасындағы балалардың жазғы демалысын пайдалы әрі мазмұнды өткізуге бағытталған игі жобаның ашылу рәсімі аймақ мешіттерінде салтанатты түрде өткізілуде. Аталған жоба балалардың рухани адамгершілік тәрбиесін нығайтып, ұлттық және діни құндылықтарды дәріптеуге бағытталған. Қызылорда облыстық Ақмеш Сырдария орталық мешітінде өткен салтанатты ашылу рәсімінде облыстық мешіттің бірінші наиб имамы Жақсыбек Абиұлы сөз сөйлеп, шәкірттерге ақ тілегін жеткізді. Ол балаларды жазғы оқу маусымының басталуымен құттықтап, білім алуда табыс тіледі. Бүгін Қызылорда облысына қарасты барлық мешіттерде Имани жаз 2026 жазғы діни сауат ашу курсы бастау алып жатыр. Бүгін жалпы барлық мешіттерде осындай игі шара өтуде. Бұл шараның негізгі мақсаты дініміз бен дәстүріміз біздің біте қайнасқан, яғни сол дініміздің қағидаттарын, оның ішінде негізгі адамгершілік қағидаттары, отанымызды сүю, мемлекетімізді құрметтеу, ата-анаға құрметпен қарау, оларды сыйлау, жалпы қоғамға, қоршаған ортаға дұрыс қарым-қатынас жасау қағидаттары үйретілетін имандылық әліппесі кітабы жүйелі түрде оқытылатын болады. Курсқа жалпы балалар ата-анасының өтініші негізінде қабылданады. Және де курс аптасына 5 күн ер балаларға ер ұстаз, қыз балаларға қыз ұстаздарымыз мешітте күнделікті имандық дәрістерін өткізілетін болады. Оқу бағдарламасы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ұсынған имандылық әліппесі кітабы негізінде жүргізіледі. Сабақ барысында мешіт ұстаздары оқушыларға әдептілік, тазалық, үлкенге құрмет, кішіге ізет секілді құндылықтарды насихаттап, Құран әліппесі мен күнделікті дұғаларды үйретеді. Менің 3 немеремді әкеп отырмын. Біреу 14 жаста, одан кейін 12 жаста, 10 жаста. Айзере, Айдын, Каусар. Олардың жаңағы Айдын жарты пара білет өзі. Одан әрғай жалғастырсын деп, осындай имани жаз жаңағы осындай іс-шара басталып жатқанына Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Балалардың білімін әрғай жетілдіріп, осындай діни сауатын ашуға, олардың көзін ашып, көкірегін оятуға, осындай ұстаздарға сәттілік тілеймін. Әрдайым осындай әр үйде жаңағы салиқалы, саналы ұрпақ болуын Алла тағала нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сонымен қатар курс аясында балалардың бос уақытын пайдалы өткізу мақсатында спорттық шаралар ұйымдастырылады. Бұған қоса танымдық сайыстар, интеллектуалдық ойындар, шығармашылық байқаулар мен тарихи мәдени орындарға экскурсиялар өткізу жоспарланған. Перизат Жанилдағыз, Әділжан Искаков, Мұнара, Қызылордадан.